Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында өте оңай дайындалатын лавашты дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға қайнаған суды, яғни кипятокты құямыз. Одан соң оның үстіне сүтті және дәміне қарай тұзды саламыз. Кейін ұнды електен өткіземіз. Басында біздің қамырды қасықпен араластырып, кейін қолымызбен жақсылап араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сонымен біздің қамыр дайын, оның бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Кейін қамырды видеодағыдай етіп, бөлшектерге бөліп шығамыз. Бұл кезде енді сіздің табаңыздың размеріне қарай болады. Сосын оларды доңғалақ формаға келтіріп, барлығын шарик жасап шығарамыз. Кейін біздің қамырды видеодағыдай етіп, жұқалық етіп, доңғалақ формада жайып шығамыз. Біздің қамырдың жұқалығы осындай болуы қажет. Кейін қызып тұрған табаны жақсылап майлаймыз да, біздің қамырды саламыз. Оттың орташа болғаны дұрыс. Одан кейін қамырды үстін сұйық маймен тағы да майлаймыз. Біздің қамырды қатты қызартып қажет емес, золотисті болғанда екінші жағына аударамыз. Біздің үй жағдайындағы лаваш дайын. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіз. Ас болсын.